ойымызды өзгерту арқылы өмірімізді түгелдей өзгертуге болады. Осы уақытқа дейін жасап келген әрекетіңіз ешқандай сізді сіз қалаған результатқа келмесе, бір нәрсені өзгерту керек деген сөз. Сәлем, менің есімім Ақерке. Бүгін біз сіздермен мидың таңғажайып мүмкіндіктері туралы сөйлесетін боламыз. Манифестация дегеніміз бұл сіздің ойлау жүйеңізді, ойыңызды өзгерту арқылы кез келген арманыңызды реальностьқа айналдыру. Ғалымдардың зерттеу бойынша және дәлелдеу бойынша кез келген адамның табысқа жетуі, жетістікке жетуінің 80% ол оның миына, ол оның ойлау жүйесіне, психологиясына байланысты. Егер сізге бұндай тақырыптар қызық болатын болса, өзіңіз жалпы даму бағытында өзіңізді дамытқыңыз келетін болса, менің каналыма жазылыңыз, өйткені менімен бірге дамитын боламыз. Бүгін мен сізге манифестация туралы әрбір қадамды айтып беретін боламыз. Сондықтан блокнот қаламыңызды алып дайын отырыңыз. Ең бірінші, кез келген арман мақсатыңызды манифестациялау үшін нені қалайсыз, соны қағазға жазасыз. Мысалға мақсатыңыз. Мен айтайын, өзімдікін былай. Мен Ақерке 2026 жылдың тамыз айына дейін квартира алғым келеді. Астана қаласынан, мысалға 90 квадрат метр. Сумасын жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады, да? Енді бұны техникамызды одан әрі қарай күшті жұмыс жасау үшін оған біз визуализацияны қосамыз. Визуализация, сіз жаңағы мақсатыңызды өзіңіздің қиялыңызбен ойлайсыз. Мысалға, терезесінің размері үлкен, кухнясы мынандай, кухнясының спальня, мебельдеріңізді визуализация жасаған кезде сіздің бойыңызда андай сезім пайда болу керек. Қуаныш, өз-өзіңізге деген риза болу, сондай положительный сезім пайда болған кезде сіздің энергияңыз көтеріледі. Сіздің энергияңыз өзіне дәл сондай энергияны тартатын болады. Сондықтан сіз бұл дәрежеге жету үшін визуализацияны жасайсыз. Келесі аффирмация. Білемін, сіз көп естіген шығарсыз, мүмкін шаршап та кеткен шығарсыз, бірақ бұл маңызды. Мысалға, қызанақ өсіру үшін сіз оның ұрығын саласыз, да? Ол ой дегеніміз, ол ұрық. Енді ұрықты салғаннан кейін оны сіз суарасыз. Сол кезде ол ұрық көктеп шығады. Ал бұл аффирмация дегеніміз, оны сіз жаңағы ойыңызды суарып жатырсыз деген сөз. Сондықтан мен сізге күшті техника айтайын, 55-5 деп аталады. 5 күн бойы жаңағы өзіңіздің арманыңызды, мақсатыңызды қағазға 55 рет жазасыз. 55 рет, күніне 55 рет 5 күн бойы жазасыз. Сол кезде сіздің жаңағы мақсатыңыз сіздің миыңызға келіп, түп санаңызға орныға бастайды. Сіз түп санаңызға орныққан зат автоматты түрде келесіде, сіз ойласаңыз да, ойламасаңыз да өзіне соған сәйкес энергетиканы тартып тұрады. Аффирмацияны қалай айтамыз? Мен табыстымын, менің үйім бар. Бастапқыда айтқан кезде сізге жай бірді айтып жатыр, одан ешқандай толк жоқ деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ шын мәнінде де жай ғана айтыңыз. Келесі шүкіршілік. Шүкіршілік ол өте маңызды, өйткені сіз шүкіршілікті айтып бастаған кезде сіздің денеңіздегі энергияңыз басқа деңгейге көтеріледі. Өйткені адам болғаннан кейін миымызда әрқашанда негативный сондай ойлар келіп қала береді. Ал шүкіршілік оның бәрін тоқтатады. Өміріңізге 10 затқа шүкіршілік айтыңыз. Кез келген. Ол жетістік болу міндетті емес. Бар затыңызға бәріне шүкіршілік айтыңыз. Өйткені таңертең энергияңызды қандай позитивтен бастасаңыз, сіздің күніңіз де, өміріңіз де сондай позитивпен өтетін болады. Сондықтан бұл өте маңызды. Тек қана ой деп ойыңызды ғана өзгертіп жатқанмен еш нәрсе өзгермейді. Зона комфортадан шығыңыз. Осы уақытқа дейін, мысалға 21 жас жасаған болсаңыз, осы уақытқа дейін жасап келген әрекетіңіз ешқандай сіз қалаған результатқа келмесе, бір нәрсені өзгерту керек деген сөз. Өзгеруден, жаңа нәрсені көруден, өзіңізді қоғамға ұсынудан, өзіңіздің мақсаттарыңызға жүруден қорықпаңыз. Әрекет етіңіз, зона комфортадан шығыңыз. Ол манифестация дегенде тек қана финанс жағынан, басқа жағынан емес,
кез келген денсаулыққа да қатысты болсын, оқуға, білімге, кез келген салада сіз өзіңіздің қалағаныңызды, арманыңызды, мақсатыңызға шынайы реализовать ете аласыз. Мысалға мен өзімді айтайын, 2019 жылы мен жұмыс жасап жатқан компанияда бәрі Дубайға дайындалып жатқан еді, бірақ мен ол туралы ойлаған жоқпын. Мен барамын деп ойламадым, бірақ барғым келетінді. Сондықтан мен қатты визуализация жасадым, мен сендім, мен өзімнің бойымнан бұл эмоцияны өткіздім. Мен ол жерге барған кезде өзімді қалай сезінемін, мен не істеймін, өткіздім да жібердім, болды. Бәрі дайындалып жатты, бәрі кететін болып жатты. Сосын 5 күн қалған кезде маған Дубайға баруға болады деп мүмкіндік берілді. Сондықтан ол жерде финанс жағынан болсын, басқа жағынан бәрі бүйтіп, пазлдардың бәрі бірін-бірімен сәйкес келе қалды да. Мен өзім қалай уже Дубайда жүргенімді білмей қалдым да. Кейіннен бүйтіп қарасам, мен осы техникаларды қолданыппын ғой. Мен оны бәрін білгеннен қолданған жоқпын. Мен қатты қалағаннан мен қолданыппын, сеніппін. Енді сіз өзіңіздің мақсатыңызды шамамен қалай манифестациялау керек екенін білесіз. Сондықтан сіздің келесі әрекетіңіз қандай болады, сол туралы комментарийға жазсаңыз болады. Мүмкін сіз осы техниканы пайдаланып осы уақытқа дейін қандай да бір жетістікке жеткен боларсыз. Ондай жетістігіңіз бар болса, оны да жазыңыз, өйткені сіздің комментарийіңіз біреуге мотивация болуы мүмкін. Бұл менің осындай форматтағы бірінші видеом, сондықтан егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Келесі кездескенше.